Арифметикалық түбірдің қасиеттері. Біз арифметикалық түбірдің қасиеттерін қолданып есептер шығаруымыз керек. Бірақ ол мысалдарды шығармас бұрын біз бірінші осы қасиеттерді еске түсіріп алайық. Бірінші қасиеті, яғни аның квадраты түбір астында берілсе, бұдан бізде аның модулі шығады. А санының модулі шығады. Келесі екінші қасиет, егер А және Б сандарының қатынасы түбір астында берілсе, бізде бұл түбірден, яғни мына түбірді бөлшектің алымына және бөліміне жеке-жеке жіктеп жазып алуымызға болады. Яғни түбір астында А және түбір астында Б сандарының қатынасы ретінде. Келесі үшінші қасиеті, түбір астында аның n дәрежесі. Мұны жақшаның сыртында тұрған дәреже бізде түбірдің астындағы санның дәрежесіне кетеді. Сонда түбір астындағы аның n дәрежесі болып жазылады екен. Әрі қарай есептерді шығара береміз. Келесі төртінші қасиет, егер бір түбірдің астында А және Б санының көбейтіндісі беріліп тұрса, біз мына түбірді Аның және Б-ның түбірінің көбейтіндісі ретінде бөлек-бөлек жаза аламыз. Яғни түбір астында А көбейтілген түбір астында Б. Келесі қасиет. Бесінші, бізде квадрат түбір астында тағы да квадрат түбір астында А. Бұдан не шығады? Мынау түбірлердің дәрежелері бізде квадрат, яғни 2-ге тең. Осы екі түбірдің дәрежелері бір-біріне көбейтіліп кетеді де 4 дәрежелі түбір астында А болып қалады. Келесі 6-шы қасиет. Ол бізде жоғарғы ретті, яғни жоғарғы дәрежелі түбір, яғни n дәрежелі түбір астындағы аның n дәрежесі дейді. Бұл жағдайда не болады? Мынау дәрежелер егер бірдей болса, яғни түбірдің дәрежесі мен жақшаның сыртындағы дәреже бірдей сандар болса, онда бізде бұлар жойылып кетеді де түбірдің астындағы санның өзі шығады. Тең болады А. Яғни бұл сан бізде 0-ден үлкен немесе тең. Келесі қасиет 7-ші. n дәрежелі түбір астында жаңағыдай екінші қасиеттегідей А мен Б-ның қатынасы. Дәл екінші қасиеттегідей түбірді бөлшектің алымына бөліміне жіктеп жазамыз. Яғни n дәрежелі түбір астында А, n дәрежелі түбір астында Б. Қатынасы. Келесі қасиет 8-ші. n дәрежелі түбір астында А-ның К дәрежесі. 3-ші қасиеттегідей жақшаның сыртындағы дәреже түбірдің астындағы санның дәрежесіне кетеді. Яғни n дәрежелі түбір астындағы А-ның К дәрежесі болып. Келесі 9-шы қасиет. n дәрежелі түбір астында А және Б сандарының көбейтіндісі. 4-ші қасиеттегідей ешқандай өзгеріс жоқ. Дәл солай, тек бізде қандай өзгеріс бар? Түбірдің дәрежелері. Мұнда квадрат түбір болса, мұнда бізде жоғарғы ретті түбір, дәрежелі түбір. Мысалы, мұнда куб болуы мүмкін, 4 дәрежелі болуы мүмкін, 5 дәрежелі болуы мүмкін деген сияқты. Дәл солай n дәрежелі түбір астындағы А көбейтілген n дәрежелі түбір астындағы Б. Келесі 10-шы қасиет. n дәрежелі түбір астында К дәрежелі түбір астында А. Дәл 5-ші қасиеттегідей түбірлердің дәрежелері бір-біріне көбейтіліп кетеді, бірақ мұнда бізде мұнда n дәреже болса, мұнда К дәрежелі
екеуі екі түрлі. Онда квадрат дәрежелі түбір, онда куб дәрежелі түбір болуы мүмкін есептерде. Сонда не болады? N, K дәрежелі түбір астында А. Яғни мына N мен K бір-біріне көбейтіліп кетеді. Енді әрі қарай мысалдар қарастырайық. Мысалдар. Бірінші. Түбір астында квадрат түбір астында 36 мен 81-дің көбейтіндісі тең. Мұнда төртінші қасиеттегідей түбірді мына екі санның түбірі ретінде жеке-жеке көбейтіп жасаламыз. Түбір астында 36 көбейтілген түбір астында 81. Білеміз, түбір асты 36-дан 6 шығады, түбір асты 81-ден 9 шығады. Тең болады 54. Келесі екінші мысал. Түбір астында 0,100 көбейтілген 81 көбейтілген 25. Мұның барлығы бір түбірдің астында. Дәл осы қасиетті қолданамыз, төртінші қасиетті, тек мұнда бізде 3 сан берілген, солай ма? Сонда түбір астында 0,100 көбейтілген түбір астында 81 көбейту түбір астында 25. Кейін есептерде мынандай жаттыққаннан кейін мынандай етіп жүктеп отырмай, бірден мынау сандардан шығара салуға болады, жеке-жеке. Сонда мына саннан бізде 0,100-ден 0,1 шығатыны белгілі, 81-ден 9 шығады, 25-ден 5 шығады. Тең болады 4,5. Келесі үшінші мысал. Түбір астында 9 және 25-пен қатынасы, 9-ның 25-ке қатынасы тең болады. Дәл біздің жаңа қасиетте айтып өткендей екінші қасиетті қолданамыз. Сонда не болады? Жіктеп жазатын болсақ, бөлшектің алымында түбір астында 9, бөлімінде түбір астында 25 тең. Білеміз, түбір асты 9-дан неше шығады? 3, түбір асты 25-ден 5 тең 0,6. Келесі мысал. Төртінші. Түбір астында 2,81-ден 7. Енді бұны шығару үшін мынау аралас санды не істейміз? Бұрыс бөлшек немесе жай бөлшекке айналдырайық. 2-ні 81-ге көбейтсек 162, оған 7-ні қоссақ 169. Екінші қасиетті қолданамыз. Жүктейміз түбір астында 169 алымында, бөлімінде түбір астында 81 тең. Ашайық. Бөлімінде 81-ден 9 шығатыны белгілі, 169-дан 13 шығады екен. Келесі мысал, 5-ші. Түбір астында бөлшек 0,125 көбейтілген, бұл барлығы алымында 4 көбейтілген 16. Бөлімінде 9 көбейту 25 тең. Жаңағы қасиетті қолданайық. Бөлшек, яғни мына түбір бөлшектің алымына бөліміне бөлек-бөлек кетеді, және сонымен қатар төртінші қасиеттегідей мынаның әр қайсысына жеке-жеке түбір
жаза аламыз. Сонда 0,125 түбір астында көбейту түбір астында 4 көбейту түбір астында 16. Бөлімінде дәл солай түбір астында 9 көбейту түбір астында 25 тең. Енді әрқайсынан шығарамыз. 0,25-тен бізде шығады 0,5, 4-тен 2 шығады, 16-дан 4 шығады, 9-дан 3 шығады, 25-тен 5 шығады. Тең. Сонда бізде жауабы мына барлығын көбейтетін болсақ 4 деген сан шығады екен. 3 пен 5-ті көбейтсек 15. Келесі мысал. Түбір астында 49-дан 25 көбейту 81-ден 16 көбейтілген 196-дан 9. Барлығы бір түбірдің астында. Жаңағы 4-ші қасиетті қолданайық. Яғни мынау барлық сандар бір-біріне көбейтіліп тұрғандықтан түбірді әрқайсына жеке-жеке жаза аламыз түбірмен. Яғни түбір астында 25 бөлу 49 көбейту түбір астында 16 мен 81-дің қатынасы көбейту түбір астында 9 бен 196-ның қатынасы тең. Екінші қасиеттегідей не істей аламыз? Мына түбірді мыналар сияқты жаңағыдай жеке-жеке бөлшектің алымына бөліміне жіктеп жаза аламыз. Енді мен оны жазбай, осы жерден бірден есептей салайын. Бізде белгілі 25-тен 5 шығады, 49-дан 7 шығады. Көбейту 16-дан 4 шығады, 81-ден 9 шығады. Көбейту 9-дан 3 шығады, 196-дан 14 шығады. Тең. Енді осы жерден қысқаратын қысқартып, жоятын жойып жібереміз. Мысалы 9 бен 3-ті бір санға қысқарта аламыз, яғни 3-ке, 3-ті 3-ке бөлсек 1, 9-ті 3-ке бөлсек 3. 4 пен 14-ті 2-ге қысқарта аламыз, 4-ті 2-ке бөлсек 2, 14-ті 2-ке бөлсек 7. Сонда жауабы 5-ті 2-ке 1-ге көбейтеміз 10, 7-ні 3-ке 7-ге көбейтеміз 147. Осындай жауап шығады екен. Әрі қарай жоғарғы дәрежелі түбірге тағы да мысалдар, есептер шығарып келтіреміз. Оны келесі сабақтан көре аласыздар. Сіздермен болған Маржан. Рахмет.